بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Әліпби, Құран сабақтары. Ассаламу алейкум, қымбатты көрермендер. Мінеки өздеріңізбен әліпби айдары. Біз бүгін сіздермен араб тіліндегі сүкун белгісін үйренетін боламыз. Сүкун белгісі араб тіліндегі сәкана, яғни тынышталу, тыныш болу деген мағынаны беретін етістіктен шыққан есім сөз. Ал біздің бүгінгі сабағымызға қатысты сүкун сөзінің мағынасы ол әріптің харакатсыздығын білдіретін, яғни харакатсыз деген ұғымды білдіреді. Олай болса осы сүкунді енді жазып көрейік. Сүкун белгісі дәл шеңбер сияқты жазылады. Міне, бір шеңбер. Бұл әріптің үстіне қойылған кезде, мінекей бәрібін алатын болсақ, дәл әріптің үстіне бір шеңбер болып жазылады. Егерде осы сүкунді қазақ тіліндегі баламасымен салыстыратын болсақ, қазақ тілінде бұл бітеу буынының қызметін атқарады. Егерде қазақ тіліндегі келте сөзін алатын болсақ, осы сөзде бізде екі дауысты дыбыс бар. Яғни екі е әріпі. Бізде мынау бір буын, мынау екінші буын. Кел, те. Дәл осы сияқты араб тіліндегі мәс, жид сөзін алатын болсақ, қараңыздар, мәс жид сөзі дәл осы мәс жид сөзіндегі мына сүкун тұрған жер, бұл бір буынды білдіреді. Міне, мынау бізде екінші буын, мынау үшінші буынға кетеді. Себебі сүкун бұл әріптің үстіне келген кезде өзінің астындағы әріптің харакатсыздығын білдіреді. Бізде әріптердің барлығы, мысалы, мына тұрған мим, син, жим, дәл әріптердің барлығы дауыссыз дыбыстар. Бізде дауысты дыбыс тек қана мына фатха, кәсра. Түсінікті ма? Сонда қарасаңыздар, бізде сүкун син әрібінің дауыссыз, яғни тек қана дауыссыз дыбыс тұрғандығын білдіріп тұр. Қазақ тілінде де қанша дауысты болса, сонша буын болады. Кел дегеніміз бізде бір буын, бітеу буын. Ал екінші те дегеніміз бұл ашық буын. Яғни сүкунді әріп өздігінен буын болмайды. Сондықтан бұл буынды өзінен алдыңғы харакатты буынға қосамыз. Сонда мәс деген бізде бір буын шығады, ал кел дегенде бізде бір буын еді. Сонда қараңыздар, мәс жид. Мәс жид. Көрдіңіздер ма ұқсастығын? Міне бұл бізде яғни сүкун бітеу буынның қызметін атқарады. Мәс жид. Мәс дауысты дыбыс ортада қалғандықтан екі дауыссыздың. Бұл бітеу буын болады. Осымен, құрметті көрермендер, бүгінгі әліпби айдары өз мәресіне келіп жетті. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. ورتل القرآن ترتيلا.